Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 43-ші сабақ. 10 санынан азайту. 10 санынан азайтуды орындап үйренетін боламыз. Бірінші тапсырма. 10 санының құрамын есіңе түсір. Қалай есептеу керек екенін түсіндір. 10-нан 1-ді азайтамыз. 9 болды, я? 10-нан 2-ні азайтсақ 8 болады екен. 10-нан 3-ті азайтамыз 7, 10-нан 4-ті азайтсақ 6, 10-нан 5-ті алсақ 5, 10-нан 6-ны алсақ 4, 10-нан 7-ні азайтсақ 3, 10-нан 8-ді азайтсақ 2, 10-нан 9-ді азайтсақ 1 қалады екен. 10 санының құрамы 1 мен 9-дың қосындысы, я? Немесе 2 мен 8-дің қосындысы да 10 санын береді екен. 3 пен 7-нің қосындысы 10. 4-ке 6-ны қоссақ та 10 болады екен. 5 пен 5-тің қосындысы 10 санын құрайды екен. Осы берілген мысалдардың барлығы 10 санының құрамы, я? Осыларды қайталап еске түсіріп жаттап алайық. Келесі бізде екінші тапсырма. Екінші тапсырмада үйшіктерден сандар таңда, мысалдар жазып есепте дейді. Азайғыш, азайтқыш және айырманың мәні берілген. Бірінші бізде азайғыш 9, азайтқыш 8 деген санды таңдайық. Сонда айырманың мәні бізде 1 болды. Екінші таңдау жасайық. 9-дан 1-ді азайтайық. Сонда айырманың мәні 8 болды, я? Енді 10 деген санға азайғышты 10 деп таңдап алайық. 10-нан азайтқыш 6 болады. Айырманың мәні 10-нан 6-ны алсақ 4 қалады екен, я? Енді 10-нан 4-ті азайтамыз. Сол кезде айырманың мәні 6 болады екен. Енді азайғышты біз 8 деп алдық. 8-ден 3-ті азайтамыз. Азайтқыш 3 болады. Сонда айырманың мәні неше болады? 8-ден 3-ті алсақ 5 болады екен, я? 8-ден 5-ті азайтсақ 3 қалады екен. Осылай сандар таңдау арқылы біз мысалдары құрастырып, оларды шығарып алдық. Келесі үшінші тапсырма. 1-ден 10-ға дейінгі сандардың құрамын есіңе түсір, мысалдар жаз, есепте, кесте бойынша тексер дейді. Мұнда бірнеше азайту мысалдары берілген екен. 9-дан 5-ті азайтамыз, 4 қалды. 5-тен 2-ні азайтсақ 3 болады, я? 5-тен 4-ті алсақ 1 қалады екен. 8-ден 3-ті азайтамыз, 5 қалды. 7-ден 6-ны азайтсақ 1 болады, я? 6-дан 1-ді азайтамыз, 5 қалды. 4-тен 3-ті азайтсақ 1 қалады екен. 6-дан 2-ні азайтсақ 4 қалады. 3-тен 1-ді азайтсақ 2 қалады екен. 7-ден 2-ні азайтсақ 5 қалады, я? Осылай біз берілген мысалдардың барлығын есептеп шығарып алдық. Енді осыларды кесте бойынша тексеріп көрсек болады. Оны қалай тексереміз? Айырманың мәніне азайтқышты қосамыз. 4-ке 5-ті қоссақ 9 бола ма екен? Мінеки қызыл бағытпен көрсетіп қойдық, я? 4-ке 5-ті қосқанда 9 шығады екен. Келесін тексерек. 3-ке 2-ні қосқанда 5 бола ма екен? Оны да қызыл бағытпен көрсетіп қойдық кестеде. 3-ке 2-ні қоссақ 5 деп тұр, я? Тексеріп алдық. Осылай кез келген мысалды осы кесте бойынша тексеріп алсаң болады. Келесі бізде 4-ші тапсырма. Сен зерттеушісің. Математикалық боямақ менің алғашқы жобам. А нұсқасы: сырым қол шатырдың әр бөлігін қандай түспен бояуы керек. Оны біз табу үшін ең алдымен мына жердегі берілген мысалдарды шығарып, оның мәнін тауып аламыз, я? 10-нан 5-ті азайтамыз, 5 қалды. Яғни 5 деген саны бар қол шатырдың бөлігін қызылмен бояуымыз керек екен, я? Одан кейін 3-ке 4-ті қосамыз, 7 болды. 7 деген бөлікті сарымен бояймыз. Одан кейін 8-ден 6-ны азайтамыз, 2 қалады. 2 деген бөлігін жасылмен бояйды екенбіз, я, қол шатырдың. 9-дан 3-ті азайтамыз, 6 қалды. 6 бізде қоңыр түске боялады, я? 6 дегеніміз қоңыр емес, көк түске боялады екен. Келесі 5-ке 3-ті қосамыз, 8. 8 саны бар бөлік күлгін түске боялады. Мінеки осылай біз мысалдарды шешу арқылы қол шатырдың әр бөлігін қандай түспен бояу керегін тауып алдық. Енді ә нұсқасы. Кез келген суретті сал.
Оның бөліктеріне 1-ден 10-ға дейінгі сандарды жаз. 10 көлеміндегі сандардан қосу және азайтуға мысалдар ойластыр. Бояйтын түсін белгіле, досыңа бояуға ұсын, тексер дейді. Мұнда біз мысал ретінде шарларды қойып қойдық. Шардың суретін салып қойсаң болады. Олардың әрқайсына 1-ден 10-ға дейінгі сандарды жазасың. Одан кейін 1-ден 10-ға дейінгі сандар аралығында қосу және азайтуға мысалдар құрастырасың. Мысалға 1-ге 9-ды қосамыз. 10 деген сан шығады, иә? 10-ды біз қызылмен бояйды екенбіз. 8-ге 1-ді қосамыз. 9. 9-ды жасылмен бояйды екенбіз. Осылай әр мысалдарды шығарып, олардың мәнін тауып, қай шар қандай түске боялады, соларды бояп шығуға болады екен. Мына есептерді шығару арқылы. Сабағымыз осымен аяқталды. Жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп алайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.